Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін сіздермен мен Қалаубек Айбек. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бізде ол позициялар. В целом трейдингте екі негізгі позицияның түрі бар. Ол бізде лонг және де шорт. Енді білетін адамдар да бар, білмейтін адамдар да бар. Сол жайында бір қысқаша информация айтып кетсем, лонг позиция дегеніміз ол бізде бағаның өсуінен ақша таба аламыз. Шорт позиция ол бізде бағаның құлауынан ақша таба аламыз. Енді екеуіне қысқаша түрде тоқталып өтейін. Например, лонгта біз қандай да бір активтің өсуіне позиция кіретін болсақ, мысалы биткоинді алайық. Биткоинді 100 мыңда тұрған кезде позиция кіріп, яғни сатып алып, 110 мыңға келген кезде сататын болсақ, біз бағаның, яғни любой активтің өсуінен ақша таба аламыз. Шорт позиция керісінше бізде бағаның құлауынан ақша табамыз. Яғни ол жерде тағы да биткоинді алсақ болады. Баға 100 мыңда тұрған кезде позиция кіріп шортқа, 90 мыңға келген кезде позицияны шығатын болсақ, біз онда бағаның құлауынан не істеп тұрмыз, также ақша тауып тұрмыз. Барлық трейдерлар осылай бағаның құлауы мен өсуінен не істейді, анализ жасап ақша таба алады. Жалпы позициялардың түрлерін мен бір ауыз айтып өттім. Енді осы позицияларға қалай кіруіміз керек, және де бізде трейдингте стоп-лосс және де take profit деген ұғым бар. Ол инструменттер бізде қалай қолданылады? Жалпы take profit дегеніміз не, стоп-лосс дегеніміз не, олардың бізге қандай беретін пайдасы бар, сол жайында тағы да бір айтып өтетін боламын. Енді стоп-лоссқа келіп тоқталайық. Стоп-лосс ол бізде бағаның бір белгіленген уровеньге дейін жетпей, керісінше позицияға мысалға лонгқа кірсек, лонгтан керісінше шортқа қарай баға құлап кететін болса, бізді үлкен шығыннан есеп қалады, құтқарып қалуға көмектесетін жақсы инструменттердің бірі. Мысалға биткоинда біз 76-дан позиция ашып, take profitті 79-ға қоятын болсақ, және де стоп-лоссты біз 75-ке қоятын болсақ, цена, если 79-ға бармай обратно шортқа қарай құлап кетіп, біздің стоп уровеньді алатын болса, тогда біз определенный қойылған рискпен несеміз жабылатын боламыз, үлкен шығынға түспей. Мысалға, пример ретінде көрсетейін. Мына сәтте бізде баға лонгқа қарай бара жатып, обратно келіп, не істеген? Төменге қарай, яғни шортқа қарай құлап кеткен. Яғни бұл жерде бізде баға біздің стоп-лоссымызды алып, қатты үлкен шығынға түсірмей, определенный рискпен несеп тұрмыз, жабылып тұрмыз. Енді take profitке келейік. Take profit бізде тура осылайынан жұмыс жасайды. Мысалға біз қайтадан лонгты көздейік. Позицияға 76-дан кіретін болсақ, стопты біз қоямыз 74-ке, take profit 79-да тұратын болады. Біздің белгіленген уровеньге, яғни 79-ға жеткен кезде біз take profitпен жабыламыз. Определенный өзімізге керекті прибылімізді, яғни дер кезінде не істейміз, алып үлгеретін боламыз. Міне осы моментте 79-ға цена жетіп, біздің тейгімізді алып, өзімізге берілген определенный суммамызды несеп кетіп тұрмыз, қолымызға алып кетіп тұрмыз. Жалпы take profit пен стоп-лосстың атқаратын маңызды қызметі осы. Take profit ол бізге дер кезінде беріп тұрған прибыльді нақты алып қалу, яғни жадностьқа берілмей, рискпен жұмыс жасау. Стоп-лосс бізді үлкен шығыннан құтқарады, яғни цена біз ашқан направлениядан керісінше бағытта қимылдайтын болса, тогда біз өзімізге берілген определенный рискті не істейтін боламыз, жабылатын боламыз. В целом бізде бүгінгі сабақ осы. Тогда келесі сабақта жолыққанша.